Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы тұрақты электр тоғы. Бүгінгі бізде STEM лабораториясында тұрақты электр тоғын тізбектей жалғау тәжірибесін қазір менің оқушым Стацук Артур көрсетеді. Қайырлы күн. Бұл бізде тоқ күші. Бұл бізде 3 амперге тең, ал бұл бізде кернеу. Кернеуді біз көбейткен сайын қазіргі бізде тізбекті жалған кезде шамында көзі күшейеді. Бірінші оны жалғаймыз. Бұл бізде жалғауыш сымдар. Міне осылай on арқылы, қосу сөндіру арқылы бізде шам жанады. Енді біздің осыны мысалмен алып тастасам, шам жанбай қалады. Неге? Өйткені тізбек дұрыс жалғанбаған болғаны. Енді біздің мақсатымыз есептерді шығару. Бұл жерде біз кедергі мен қуатты табамыз. Кедергіні табу үшін кернеуді ток күшіне бөлеміз. Мана мен 4,2-ге тең, және 3 амперге бөлеміз, және Ом заңы бойынша бұл бізде 1,2 Ом болады. Ал қуатта керісінше кернеумен ток күшін көбейтеміз. 4,2-ні 3-ке көбейткенде 12,6 Ватт болады. Қорытындылай келе, біздің күнделікті жанып тұрған шамымыз осылай тізбектей жалғанған екенін түсінеміз.